Assalomu alaykum, salom barchangizga. Sizlarning kunlar егерде sizni ish qatuv masalasi mazalasa, onda hech qanday dori-darmoksiz uyga qo'ljetimda tag'amlarмен ish qatuvdan arылуга chaqiraman. Ол үшін мен видеомда соңына дейін қарап, арнама тіркелмесеңіздер келіп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қызылша. Қызылшадағы талшықтың жоғары мөлшері су балансын тез қалпына келтіруге және нәріспен бірге токсиндерді кетіруге көмектеседі. Қызылша кез келген түрде жақсы, шикі немесе қайнатылған түрде де. Бұл көкөніс піскен кезде, мысалы, сәбіз сияқты қасиеттерін жоғалтпайды. Қызылшаны қара өрік пен өсімдік майымен араластыру ішекке өте пайдалы болады. 100-150 грамм мұндай салат түскі асты жарқыратып, ас қорыту жолын тұрақтандырады. Іш қатудан зардап шегетін адамдар бұршақ, жасымықты пайдаланады. Өйткені бұл салыстырмалы түрде арзан азық-түлік тобы талшыққа өте бай. 200 грамм бұршақ гарнирі талшықтың күнделікті қажеттілігінің 80%-дан жоғарғысын толтырады. Бұршақ дақылдарының бір жағымсыз әсері бар. Олар метеоризмді тудырады. Бірақ бұршақтарды бірнеше сағат бойы жылы суға алдын ала жібітіп қойсаңыз, бұл мәселені болдырмауға болады. Оларды сұйық тағамдарға, етке, салаттарға қосуға болады. Жасымық. Жасымықтың құрамындағы талшық асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді. Талшықты немесе басқаша айтқанда диеталық талшықты үнемі тұтыну нәрісті, яғни іш қату проблемаларын ұмытуға көмектеседі. Қара өрік. Қара өріктің құрамында ерімейтін талшықтар өте көп. Олар ішекке пайдалы әсер етеді. Бұл нәрістегі су мөлшерін арттырып, нәрісті тез әрі жылдам шығаруына әсер етеді. Іш қатудың проблемасынан арылу үшін күніне 100 грамм қара өрікті жеу жеткілікті. Қара өрікті өздігіне жеуге, сусындарға қосуға да болады. Алма. Барлық талшықтар іш қатуды тез әрі тиімді жеңуге көмектеседі. Бірақ май қышқылдарын құрайтын пектин нәрісті жұмсартып, оларды тез шығаруға көмектеседі. Тәуліктік дозасы 1 орташа алма. Алманы өзін жеуге де, салаттарға қосуға да болады. Алмұрт. Алмұртта фруктозаның, сорбиттің көп мөлшері бар. Бұл нәрістегі су деңгейінің жоғарылауын, олардың жұмсартылуын және тез ауыртпалықсыз шығарылуын қамтамасыз етеді. Алмұртты шикі, пісірілген түрде де жеуге болады. Асқабақ. Оның іс жүргізетін қасиеттері туралы бәрі бірдей біле бермейді, бірақ олар өте күшті. Қызылшадан немесе қырыққабаттан айырмашылығы ол аздау тәтті және соншалықты жоғары калориялы емес. Ал ішекте су алмасуын жақсартатын электролиттердің мазмұны бойынша асқабақ жетекші орын алады. Сондай-ақ сіз ең жақын асқабақтың туысы кәдіні пайдалана аласыз. Қорытындылай келе, дұрыс тамақтану ғана емес, сонымен қатар тұтынылатын сұйықтық мөлшерін бақылау өте маңызды екенін айтқым келеді. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп қойып, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді комментарий бөліміне жазып, қоңырау белгісін басып, поделиться батырмасын басу арқылы мен арнамның одан әрі дамуына себепші болыңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет.